Ал тапшылықты қалай анықтауға болады? Және дәрумендерді дәрігер нұсқауынсыз қабылдау қаншалықты қауіпті? Кешенді дәрумендерді көп қолдану қатерлі ісік тудырады деген рас па? Оны Қазақстан Республикасы президенттік іс басқармасы емханасы аллергология бөлімінің меңгерушісі, жоғары категориялы иммунолог Ғалия Маркс қызынан сұрап білейік. Иммунитет нашар болғаннан кейін бірінші дәрігерге жүгінеді, одан кейін барып бала ауырғаннан кейін түрлі кешенді дәрумендер қабылдай бастайды. Жалпы кешенді дәрумендерді дәрігердің нұсқауынсыз беруге болады ма? Жоқ, болмайды. Себебі мынау аптекадағы, дәріханалардағы фармакологтар көбінесе баланың өзінің организмінің өзінің қасиеті болады. Соған дәрігер өзі арнайы жаңағындай дәрілер жазып береді да, қабылдауға келген кезде. Сол баланың өзінің қасиетіне байланысты, өзінің жеке қасиеттеріне байланысты. Енді жаңағы дәріханада тұрған сатушыға көбінесе өзінің дәрілерін өтпей тұрған, көбінесе дәрілер жаңағындай витаминдер, минералдарды өткізу керек. Сондықтан жаңағындай химиялық дәрілер көп қолданылады. Енді дәрігерге келгеннен кейін және ол әке-шешесі бір дәрігерге келсе, келесі жолы сол дәрігердің жазуымен қайтадан аптекаға барып, дәріханаға барып, сол дәрілерді алып қолдана береді. Ол сол дәрілер дұрыс қабылданып жатыр ма, дұрыс қабылданбай жатыр ма, ол да сұрақ. Дәрумендер қандай жағдайда қауіпті болуы мүмкін? Қандай жағдайда қауіпті болуы мүмкін? Жаңағындай аптекадан сатып алған дәрілер, мысалы, ол жаңағы аптеканың сатушысы білмейді ғой, ол балада аллергия бар ма, жоқ па, ол баланың организмінде қандай аурулар бар екен. Енді дәрігерге келгеннен кейін соның бәрін қарап, тегжелеп, сол балаға арналықты ғана дәрілерді жазып береді ғой, арнайы ғана сол ауруына деген арнайы дәрілерді. Және аптекаға келгеннен кейін мен өзім жаңағы дәріханаларға барғанда өзім жиі қадағалап қарап тұрамын. Ананы сас пысып әке-шешесі келеді дәріханаға. Содан жаңағы дәріхананың сатушысы күлді дәрілерді айта бастайды. Мынаны алыңыз, мына да балаңызға жақсы, мынау да балаңызға жақсы. Көбінесе балаларға арналған дәрілердің қораптары өте әдемі болады. Сыртында неше түрлі бейнелер бар. Содан кейін жаңағы енді көбінесе шешелері баламен қалады, әкелер келеді дәріханаға. Сол кезде жаңағы енді азаматтар, еркек азаматтар көбінесе мән бермей, жаңағы дәріхананың айтқан, сатушының айтқан дәрілердің бәрін сатып алады. Енді ол баланың да бауыры біздің үлкен адамның бауырындай болмайды ғой. Жаңағы күлді алған дәріні қорыту үшін оның бір енді тастай мықты бауыр болу керек, ондай кішкентай балада. Дәрумендерді жиі тұтыну жайында айтып өттік. Енді осы тұста гипервитаминоз деген термин бар. Жалпы ағзаға дәрумендердің көп түсуі. Жалпы америкалық ғалымдар зерттей келе, адам ағзасына дәрумендер мөлшерден тыс көп түссе, ол қатерлі ісікке әкелуі мүмкін екенін айтады. Осы тұжырымды растай аласыз ба? Қатерлі ісіктердің себептері әлі анықталған жоқ. Бірақ енді бір себеп жаңағы дәрілерді көп қабылдағандықтан иммунитеттің жұмысы өзгеріп, жаңағындай химиялық заттардың көп түсуінен қатерлі ауруларға жаңағындай бейімділік пайда болады дейді. Енді ол соңына дейін әлі анықталған жоқ. Гипотезалардың біреуі қазіргі заманда ғалымдардың анықтап жатқан. Жаңағындай гипервитаминоз деген витаминнің жетіспеушілігі де және көп шамадан асып кеткені де организмге өте қатерлі. Себебі көп витаминдер, мысалы жаңағы осы күні витамин D деген күлді жерде қолданады. Иммунитет жұмыс істемесе де, астмамен ауырса да, депрессияда болса да, барлық жерде витамин D-ні қабылдата береді. Бұл да бір бизнестің бір түрі. Жаңағы витаминдің D-ның осы алып шыққаны алдыңғы белгіге күлді витаминдерден алып. Негізі витаминдерді дұрыс қабылдау үшін ең бірінші осы күнгі көп лабораторияда жаңағы витаминдердің алдын ала белгілейді, организмға жете ме, жетпей ме. Мысалы, шетелде жаңағындай көп витамин, минерал араласқан дәрілерді ішпеуге тырысады. Себебі де ол витамин жаңағы дәрінің составында соның тең жартысы жоқ. Және о жерде өте кішкентай микродоза дейді. Ол мысалы жаңағы организмнің өзінің жетпеушілігін соңына дейін қамыта алмайды, жаңағының керек мөлшерін. Сондықтан ең бірінші шынында сол балаға, жаңағы адамға сол витамин керек па, керек емес па, соны білу керек. Если организмде ондай витамин бәрі орнында болатын болса, сіз мысалы витамин ішесіз, ол қалай кірді, солай шығады.
ешқандай емдік әсері жоқ. Ну дегенмен жаңағы бауырға, жаңағы ұйқы безіне, мысалы жаңағы асқазанға өзінің зияндығын өткізеді. Жаңағы витамин D-ның көп болса, мысалы бүйректе тас ұялайды. Ең бір жаман қасиеті да. Содан кейін көп нелерде жаңағындай тас құрамдарын көбейтуге әсерін тигізеді.